Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын 3 түрлі салмамен лаваштан бөрек дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті зат лаваш, оны алып, бірдей теңдей етіп 8 бөлікке бөліп дайындап аламыз. Тура видеодағыдай жасасаңыздар болады. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен түрлі пайдалы, дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Асхана қайшысын пайдаланып кесіп алсаңыздар да болады. Теңдей етіп 8 бөлікке бөліп алдым. 3 түрлі салмамен жасайтын боламыз. Бірінші салма бізде сырды алдын ала үккіштен өткізіп дайындап алдым. Сонан соң сырды лавашқа орап, суға батырып, қайтадан орап, осылай дайындаймыз. Тура видеодағыдай жасасаңыздар болады. Барлығын осылай орап, алдын ала дайындап қоямыз. Келесі салма бізде шұжықты да алдын ала ұзынша етіп турап дайындап алдым. Тура видеодағыдай орап дайындап аламыз. Толық құрамды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерге қарап жасап көрсеңіздер болады. Келесі үшінші салма бізде піскен картоп. Картопты алдын ала суда қайнатып пісіріп, татымына қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштер салып дайындап алдым. Сонан соң 1 немесе 1,5 қасықтан салып, лавашымызға орап дайындап аламыз. Өте дәмді болып шығады. Таңғы асқа балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Барлығын алдын ала осылай жасап, орап дайындап аламыз. Сонан соң қызып тұрған майда 2 бетін қызартып, пісіріп аламыз. Құрамындағы заттардың барлығы піскен заттар, тек майға қуырып аламыз. Сол кезде қытырлақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды да ұмытпаңыздар. Осылай барлығын 2 бетін қызартып, майға қуырып аламыз. Жасалу жолы өте оңай. Басқа да салма пайдалансаңыздар болады. Міне біздің барлық бөліктеріміз дайын болды. Өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын!